Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге ортасы кішкене ылғалды болып шығатын, қамыры 10 минутта дайындалатын дәмді шоколадты пирог пісіреміз. Видеоны қарамас бұрын менің парақшама тіркелуді ұмытпа. Қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астына жазып қоямын. Бізге сүт, ұн, қопсытқыш, какао, қант, сұйық май, 2 жұмыртқа, сары май және де тұз қажет. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант пен тұзды саламыз. Әппақ болып көпіргенше миксермен араластырамыз. Оның үстіне жұмсақ сары майды саламыз. Сары майды ертіп алуға да болады. Жақсылап араластырамыз. Енді сұйық май құямыз. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, қопсытқышпен ұнды саламыз. Барлығын бірден салмаңыздар, 3-ке бөліп салыңыздар. Сол кезде біздің пирогымыз жақсы болып көтеріледі. Елекке какаоны салып, оны да бірнеше бөлікке бөліп, осы қамырға салып шығамыз. Және де миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Менде форманың диаметрі 22 см. Астын пергамент қағазын төседім. Енді осы қамырды формаға құямыз. Қызып тұрған пешке саламыз. 160 градуста 50-60 минут пісіреміз. Оның піскендігін ағаш таяқшасымен тексеріп аласыздар. Мінекей, піскен кезде осындай болып шығады.
Мен ағаш таяқшасымен тексеріп алдым. Ағаш таяқшасы құрғақ болып шығу керек. Және де жұмсақ болып тұрады. Кейін оны формадан алып суытамыз. Әзірше шоколадты глазурь дайындаймыз. Шоколадты глазурь дайындау үшін сары май саламыз ыдысқа. Оның үстіне шоколад саламыз. Барлығының граммдары видеоның астында жазылып тұр. Енді осыны алып біз микроволновкада немесе газдың үстінде ертеміз. Ерткенде осындай сұйық болып шығады. Кішкене суытып қойыңыздар. Ол қоюланады. Сосын барып осы пирогтың үстіне құямыз. Пирогтың үстіне құйған кезде ағып кетпес үшін жаңағы глазурь мен формаға салып құямын. Бірақ ол міндетті емес. Бірден солай құя берсеңіздер болады. Ең басты нәрсе, жаңағы шоколадты глазурьді толықтай суытып алыңыздар. Қатты сұйық болса, ол жаңағы шоколадты глазурьді пирог өзінің бойына сіңіріп алады. Бетінде шоколад қалмай қалады. Ал қою болса, онда әдемі болып көрініп тұрады. Мінекей осындай болып шығады. Енді осы шоколадты глазурьдің үстін мен шоколадты жолақтармен сызып шығамын. Ол үшін кондитер қапшығына шоколад саламын. Жай ғана шоколадтың өзін салдым және де ыстық судың ішінде ерітіп алдым. Мінекей жай ғана шоколад ертілген. Соны жай ғана жолақтар сызып шығамын. Біздің торт дайын. Бұл тортты өздеріңіздің қалауынша крем дайындасаңыздар да болады. Бірақ бұл торттың ортасы ылғалды болып шығатынына байланысты, дәмді болып шығатынына байланысты, бұл ешқандай кремді қажет етеді деп ойламаймын. Оның өзі әдемі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған дәмі қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрі менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.